Сәлем достар, қалайсыздар? Эфирде Неген Ақ және мен бастайым. Құрметті достар, поколение X, Y, Z, дәстүрлі ұрпақ, немесе бэби-бумер. Таныс ба? Білмейсіз бе? Онда мен сіздерге айтайын. Бұл халықтың тұрғылықты мекен-жайына және сол жергілікті халықтың мінез құлқына байланысты процестерді поколениеге бөлген. 1928 жылы 1945 жылы туғандарды дәстүрлі ұрпақ поколениесіне жатқызады. Бұл заманда өмір сүргендер дінге қарағанда салт дәстүр ырымдарға көп сенген. Бұл заманда өмір сүргендер материалдық жағдайға ұмтылғаннан гөрі бұлар тыныштыққа, шүкіршілікке қанағат етіп жұмыс жасаған. 1946-1964 жылы туғандарды бэби-бумер ұрпағына жатқызады. Бұл ұрпақта көп жұмыс жасап қартайғысы келмейтіндер. Дүниемді алсаңдар алыңдар, жеңіс біздікі дейтіндер. Бұл заманның кәрі адамдары жас болуға ұмтылған. Жас болғанда қалай? Ғылымға, білімге құштарлықтары ерекше болған. Бұл заманның понятиясында сен бірінші директор болу үшін қарапайым жұмысшы болу керексің. Егер сенің тұрақты жұмысың болмаса, сен официально бомжсың дейтіндер. Және осы бэби-бумер ұрпағында саясатта билікке командасымен келу пайда болған. Жемқорлықтың шыңы, яғни патологын осы бэби-бумер ұрпағы қойған. Бәрін білдірген бэби-бумер екен ғой. Вот бэби-бумер! мың 1965-1979 жылы туғандарда поколение X-қа жатқызады. Қырғи қабақ соғыстың жалғасы, қайта құру, спид, наркотик, Ауғанстандағы соғыс барлығы осы кезеңде болған. Бұл заманның адамдары өзгеріс әрдайым болады. Біз соған дайын болу керекпіз дейді. Және бұлар жаһандық ақпараттан хабардар болуға, техникалық сауаттылығын арттыруға ұмтылған. Өзгелердің ойы маңызды емес, өзіңнің ойың маңызды. Өзгелерден үміт күтпе, өзіңе сен дейтіндер. Және мектеп, университет, жұмыстан тәжірибеден өту, жұмыс, пенсия бұлардың басты мақсаттары болған. Егер осылардың біреуі орындалмаса, психологиясына қалай депрессияға түсуге бейім болған. Және бұлар айлыққа телевизор, машина, үй аламыз деп жоспарлағандар. Және ата-анасынан көрмеген вниманияны өзінің баласына беруге ұмтылатындарды поколение X дейді. Молодцы! мың 1985-2000 жылы туғандарды поколение Y-қа жатқызады. Я достар, бұл поколениеге мен де жатамын. Бұл поколение колледж, университетте оқығаннан гөрі таныс, крыша, көке, связь ең маңызды рөл атқарады деп ойлайды. Бұлар бір ғана жерде жұмыс жасап, мен мақсатыма жетем деген күлкілі жағдай деп ойлайды. Бұлар бірнеше жерде жұмыс жасап, өз ісінің профессионалы болуға ұмтылады. Бұл заманның адамдары қазіргі бизнестің үміті. Ең өкініштісі, поколение Y 27-30 жас аралығында үйленеді. Сондықтан достар, жүре бермей поколение Y үйленейік. жылдан бері қарай ұрпақты поколение Z деп атайды. Бұл ұрпақ 2 жасынан бастап әлеуметтік желіні меңгереді. Өз ойын ашық, ұнамаса бетіңе айта салады. Бұл поколение Z эгоист болып келеді. Бұлар әлеуметтік желіде көп сөйлескеннен гөрі оның орнына мем фотоларды жібергенді жаны қалайды. Ең өкініштісі, бұлар өзінің болашағын Қазақстанмен байланыстырғысы келмейді. Сондықтан поколение Z ең бастысы біздің Қазақстан күшті әрі болашағы мощный болады. Сіздер осыған сеніңіздер.
родилась уже сотка в руке. Вышка мое поколение не умела ходить, включал YouTube. В 6 лет сама себе вырвала зуб, не умела ходить, делала свайп. В 3 года знала, что такое хайп. Минка Дэвид делает рэп. Я представляю поколение Z, да, представляю поколение Z. Достар, Неге нақ бағдарламасында әр поколенияны айтып шықтық. Ал сіз, біз айтқан поколенияда қай поколениеге жатасыз? Пікір қалдырыңыз, біз бәрін оқимыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.